Ағымдағы жылғы 11-15 қыркүйек аралығында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің есірткінің заңсыз айналымына қарсы кеңесінің 2023 жылға арналған жоспарына және кешенді жоспардың 71 тармағына сәйкес ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше елдердің аумақтарында есірткі арналарын кесуге бағытталған канал перехват халықаралық есірткіге қарсы операциясы өткізілді. Арнайы операциясы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан мемлекеттерінің құзыретті органдарының қатысуымен халықаралық үйлестіру штабының Алматы қаласында орналастыра отырып өткізілді. Байқаушылар ретінде Иран құқық қорғау күштерінің, Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрінің, Біріккен ұлттық ұйымдарының есірткі және қылмыстық жөніндегі басқармасының, Шанхай ынтымақтастық ұйымының аймақтық терроризмге қарсы құрылымының, қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың, Орталық Азиялық өңірлік ақпараттық үйлестіру орталығының және басқа да халықаралық ұйымдарының өкілдері сөз сөйледі. Арнайы операцияның нәтижесінде ұжымдық қауіпсіздік шара ұйымының мүше мемлекеттерінің аумағында 854 есірткі қылмысы анықталды. 2,5 тонна есірткі тәркіленді, оның ішінде 19,5 героин, 856 кг апиын, 560 кг гашиш, 240 кг марихуана және 248 кг синтетикалық есірткілер тәркіленді. 2800-ге жуық оқ-дәрі, 48 қару тәркіленді. 5 есірткі зертханалары жойылды, жауапкершілікке 561 адам тартылды. Қазақстанның құқық қорғау және арнайы органдарымен 94 қылмыстық іс қозғалды. Оның ішінде 17 контрабанда бойынша. Заңсыз айналымнан 455 кг әртүрлі есірткі тәркіленді, оның ішінде 53 грамм героин, 173 кг марихуана, 2 кг астам гашиш, 18 кг синтетикалық есірткі тәркіленді. 3 есірткі зертханасы жойылды, 147 адам жауапкершілікке тартылды. Қорытындылау кезінде барлық қатысушылар канал перехват операциясының ұйымдастырушыларына өте жоғары баға берді.